Сен ойлағаннан да күштісің. Өмірің мен болашағыңды өз қолыңа ал. Джо Диспенза. Өмірде ең ауыр сәттер келгенде, мейлі бұл дағдарыс, ауру, жоғалту, немесе сатқындық болсын, бәрібір. Не себеп болғаны маңызды емес. Сондай сәтте ештеңе бұл жан жарасын баса алмайды. Демалыс та, сүйікті сериал да, достардың қолдауы да, алкоголь де, дәрі-дәрмек де ештеңе көмектеспейді. Бұл нағыз маңызды сәт. Осы кезеңде біз өзімізді бұрынғыдай сезінуді қоямыз. Сыртқы әлем енді ішіміздегі сол бос кеңістікті толтыра алмайды. Дәл сол кезде мен метатану деңгейіндегі саналы ояну деп атайтын жағдай басталады. Бұл өзіңе сырттай қарап, бақылау қабілеті. Біз бұрынғы өзімізден соншалықты өзгеше боламыз. Сол кезде өз ойларымызды, әдеттегі мінез құлқымызды мүлде басқа қырынан көре бастаймыз. Сол сәтте нағыз ояну орын алуы мүмкін. Адам өзі туралы ойлап қалады. Құдай-ау, мен осы уақытқа дейін қалай ойлап келдім? Сен өз-өзіңе, менің қолымнан келмейді, бұл тым қиын. Мен мына адамды жек көремін деп айттың, бірақ ойдың салдары бар ғой. Кенеттен біз шындықты көреміз. Сен үнемі шағымдандың, өзгелерді кінәладың, өзіңді құрбан сезіндің, айыптадың, ақталдың, өз-өзіңе аяушылық таныттың. Сен ашу, қорқыныш, жек көру күйінде өмір сүріп келдің. Бұл қараңғылықта жанған бір тал сіріңке сияқты. Бірақ адам өзі оны сезініп, түсінбейінше, ешқандай сыртқы сөз, кеңес оны өзгерте алмайды. Ол бәрін жай ғана елемей өте шығады. Бұл сезіну іштен келуі керек. Дәл осы шешуші сәтте адамның жаны оған кішкентай ғана белгі береді. Мұқият қара, бұл сенің мүмкіндігің. Мен байқағаным, адамның миы ең күшті өзгерісті сол кезде бастан кешіреді. Қашан адам әдеттегі шектеулерін еңсергенде, яғни адам, мен шаршадым, менің қолымнан келмейді, бұл тым қиын, мен берілгім келеді деген ойлардың шеңберінен шығып, беймәлімдікке қадам жасағанда. Егер адам кенеттен өзіне сұрақ қойса, неге мен күнімнің жартысын шағымданумен өткіземін? Бұл мені бақытты ете ме? Сол сәтте ол саналы түрде көзін аша бастайды. Себебі эмоциялар бұл өткеннің химиялық іздері. Мысалы, фрустрация сезімін алайық. Біз оны өміріміздегі бір оқиғаға, немесе оқиғалар тізбегіне байланысты сезінеміз. Эмоция қаншалықты күшті болса, ол біздің жүйке жүйемізде соншалық терең сақталады. Ми ол тәжірибені
ұзақ уақытқа есте сақтау үшін нақты бір суретін жасайды. Егер адам сол оқиғаны қайта есіне алып, уайымдай берсе, ол ағзасында сол кездегі сияқты химиялық процесті қайта қосады. Адамның денесі шынайы оқиға мен оның еске түсу арасындағы айырмашылықты сезбейді. Адамның денесі сол күйді қайта бастан кешіреді. Осылай күн сайын бір күнде 50-100 рет адам өзін белгілі бір күйге, қорқыныш, ашу немесе ауырсыну сияқты үйретіп, соған бағдарламалап алады. Бірақ мен сізге айтайын, бұл циклды бұзуға болады. Егер біз осы процестерді түсініп, бақылауды үйренсек, өз өмірімізді өзгерте аламыз. Бұл жол оңай емес, бірақ ол бостандыққа алып келеді. Өткеннің тұзағынан бостандық жаңа болашақты өз қолыңмен жасауға мүмкіндік береді. Бірақ адам денесі басшыға, ал ақыл тек бағыныштыға айналғанда, біздің әдеттеріміз бен реакцияларымыз автоматты түрде іске қосылады. Біз бейсаналы түрде айналамыздағы әлемді ашулануға, уайымдауға, немесе қорқуға себеп іздеп сканерлей бастаймыз. Бұл тұйық шеңбер. Стресстің гормондары біздің тәуелділігімізге айналады. Ал өмірдегі қиындықтар мен мәселелер осы тәуелділікті күшейтудің амалына айналады. Біз бұны істеп жатқанымызды тіпті байқамаймыз. Біз өзімізге, ұнамайтын өмірімізге эмоционалды түрде тәуелді болып қаламыз. Адамдар үнемі ауырлық, алаңдаушылық, қауіп іздеумен өмір сүреді. Біздің миымыз радар секілді айналамызды бақылап, қандай да бір қауіпсіздігімізді бұзатын нәрсені іздейді. Неге бұлай болады? Себебі бұл тірі қалу механизмі. Біздің ағзамыз кез келген қауіпті жылдам байқап, оған лезде жауап беру үшін осылай құрылған. Бір нәрсе жүйкемізді бұзғанда, стресс реакциясы ағзада бір қатар физиологиялық өзгерістерді қоздырады. Бұл бүкіл жүйені қайта орнына келтіруге көмектеседі. Бұл жүйені қайтадан тепе-теңдікке келтіруге көмектеседі. Бірақ адамда не болады? Біз тек стресс реакциясын іске қосып қана қоймаймыз. Біз оны өшіруді білмейміз. Біз осы күйде күндерге, айларға, тіпті жылдарға қалып қоямыз. Таңертең мазасызданып оянамыз, кешке уайыммен ұйықтаймыз. Біздің денеміз осы химиялық реакцияларға үйреніп алғандықтан бейсаналы түрде ашулануға, тітіркенуге себеп іздейміз. Енді ең маңызды сұрақ: егер стресс біздің тәуелділігімізге айналса, дене бізді басқарып,
біз денемізді басқара алмасақ, бұл тұйық секілді бұзу мүмкін бе? Жауап: иә, мүмкін. Бірақ ол үшін алдымен біз өз эмоцияларымыздың тұтқынына айналғанымызды түсінуіміз керек. Тек ақылымызды басқара алуды үйренген кезде денемізге өзімізді басқаруға жол бермей, біз осы ескі, үйреншікті шындықтан шығып, стресс, қорқыныш және өткеннің жағымсыз бағдарламаларынан азат, жаңа шындықты құра аламыз. Егер сіз үнемі стресс пен тірі қалу режимінде өмір сүрсеңіз, миыңыз дұрыс жұмыс істей алмайды. Ол бей-берекет, жүйесіз күйге түседі. Сіз бәрін бақылауға, алдын ала болжауға тырысасыз. Бірақ бақылаудан айырылған кезде, немесе болашақта бір жамандық болатындай көрінгенде, ағзада бұл жүйесі қосылады. Сонда адам не істейді? Ол бәрін бұрынғыдан да қатты бақылауға тырысады. Бірақ мәселе мынада: сіздің өміріңіздегі әрбір зат, адам, орын, барлығы сіздің миыңыздағы нейрондық желілерге жазылып қойған. Сіз санаңызды, отбасыңызды, жұмысыңызды, үйіңізді, телефоныңызды, сізді қоршаған барлық нәрсенің бейнесін сақтап жүрсіз. Миға алаңдаушылық жайлаған кезде, ол нағыз дауыл күйіне түседі. Қатты бета-активтілік кезінде нейрондар үйлесімсіз жұмыс істей бастайды. Нәтижесінде ми толқындары ретсіз күйге өтеді. Соның салдарынан ми тұтастығын жоғалтады. Ал бұл өзіңізді де жоғалтуыңызға келеді. Жүректе де дәл осындай процесс жүреді. Өзіңізді бір мезетте газды да, тежегішті де басып тұрғандай сезінесіз. Мысалы, сіз видеоқоңырауда отырсыз. Біреу сөйлеп жатыр, ал сіздің ойыңызда: оны көтере алмаймын, немесе олар мені неге ашуландырады деген ойлар жүреді. Денеңіз күйзелісте, бірақ сіз қашып кете де алмайсыз, күресе де алмайсыз, тығыла да алмайсыз. Сөйтіп, сол күйіңізде қатып қаласыз. Мұнда маңызды сұрақ туындайды. Егер бұл сценарийді өзгертуге болатын болса, егер сіз әдеттегі реакцияларыңызды саналы түрде тоқтатсаңыз, не болады? Егер ішкі әлеміңізді қайта құрып, тек қорғаныс күйінен ғана емес, шынайы шығармашылық күйіне өтсеңіз ше? Қорқыныш күйінен саналы түрде шығармашылық күйіне өткенде, энергия табиғи түрде жүрекке ауысады. Ал жүрек шығармашылықтың орталығы. Өмірге шынайы араласып, қарсылықты тоқтатып, өзіңізді ағысқа ерік бергенде, үйлесімділік сезімі пайда болады. Бірақ мәселе, адамдардың көбі күйзелістің үйреншікті химиясына соншалықты тәуелді болып кеткені, олар өздерін күйрететін эмоцияларға байланғанын мүлде байқамайды. Адамдар өз ішкі уайымдары мен күйзелістерін растауға ғана қызмет ететін
жағдайларды өздері жасайды. Сосын сол өміріне шағымданып жүреді. Бірақ олар бұл шындықты өздері қалыптастырып жатқанын аңғармайды. Жақсы жаңалық, дәл сол ойлар сізді ауыртып қоюы мүмкін болса, сол ойлар арқылы өзіңізді сауығуға да жеткізе аласыз. Сіз ашу, қорқыныш, мазасыздық, күйзелісті саналы түрде ризашылыққа, қуанышқа, мейірімге, махаббатқа алмастыра аласыз. Біз зерттеу жүргіздік. Адамдар күніне 2-3 рет 15 минуттан жүрекке бағытталған медитация жасады. 3 күннен кейін олардың иммунитеті 50%-ға күшейіп, күйзеліс деңгейі айтарлықтай төмендеді. Нағыз өзгеріс сіз жаңа эмоцияларды саналы түрде таңдаған кезде және денеңізге сол сезімдерге үйренуге мүмкіндік бергенде басталады. Бастапқыда бұл қиын болуы мүмкін, өйткені ағза бұрынғыдай стресс дозасын талап етеді. Бірақ сіз бұл жаттығуды жалғастыра берсеңіз, бір сәтте мазасыздық пен уайымның өздігінен жоғалып кеткенін байқайсыз. Сол кезде нағыз керемет сезім, ішкі еркіндік келеді. Үйреншікті эмоциялық тәуелділіктің жоқтығы, осының өзі қуаныш күйі. Бұл сіздің табиғи ішкі үйлесіміңіз. Біз байқадық, назарыңды қайда бағыттасаң, энергияңды сол жаққа ағады. Біз адамдарды жүрекке назар аударуға, тыныс алуды баяулатуға, ми толқындарының белсенділігін азайтуға үйретеміз. Бұл денені симпатикалық жүйеден, яғни стресс режимінен парасимпатикалық жүйеге, босаңсу және қалпына келу режиміне ауыстыруға көмектеседі. Бұл тұрақты жаттығуды талап етеді. Әуелі ішкі жүйең ашулы, күдікті, әрдайым күресуге дайын аңға ұқсайды. Бірақ оны да жеңуге болады. Алдымен оған ішкі жүйеңе қауіп-қатердің сейілгенін көрсету керек. Бірақ бастапқыда ол саған сенбейді. Сондықтан тыныс алуыңды баяулат, мидың белсенділігін сабырландыр, ағзаны босаңсу күйіне түсір, жүрегіңе назар аудар және жоғары вибрациялы эмоцияларды тәжірибе жаса. Қуаныш, ризашылық, махаббат. Егер адам осы күйді ұстай алса, жүрек біртіндеп үйлесімді жұмыс істей бастайды. Жүрек жоғары деңгейдегі когеренттілікке, үйлесімге жеткенде энергия жинала бастайды. Егер бұл процесс жалғаса берсе, таңғажайып нәрсе болады. Жүрек миға бәрі өтті, жарақат аяқталды деген белгі береді. Ал ағза өткен тәжірибеге деген көзқарасын қайта жазады. Біз мұндай жағдайды талай рет көргенбіз. Ми құрылымындағы амигдала, яғни қорқыныш орталығы қауіп сейілді деген белгі алады. Сол сәтте дене мен ми қайта жүктелу процесінен өтеді. Адам ішкі жүйесін сілкіп тастағандай болады. Жоғары белсенді бета ритмнен шығып, когерентті альфа күйіне өтеді. Осы режимде жүрек миға белгі береді. Енді креативті болуға болады.
Тағы бір маңызды байқағанымыз, күйзеліс кезінде біз мәселеге тым қатты шоғырланамыз. Кім-кім мазасыздықты бастан кешірсе, жақсы біледі. Сол кезде ойлар тоқтаусыз айналады. Сен жағдайды қайта ойланып, миыңды шаршатып тастайсың. Бірақ эмоция бұл өткен шақпен байланыс. Ал сен неғұрлым сол мазасыз күйде ұзақ отырсаң, миыңды соғұрлым жоғары, белсенді бета режиміне батырасың. Сонда біз ойландық, неге осының керісінше әрекет етпеске? Материалдық, физикалық дүниеге шоғырланудың орнына қабылдауды кеңейтіп, назарымызды бос кеңістікке аударсақ ше? Біз байқадық, адам айналасындағы кеңістікті сезінуге тырысқанда, ол ойлануды, талдауды тоқтатады. Ал адам ойлануды тоқтатқан кезде ескі нейрондық байланыстар белсенді болмайды. Ал ми өздігінен бета күйінен альфа күйіне ауысады. Бірақ бұл жай ғана альфа емес, мидың бұрын бөлек жұмыс істеген түрлі бөліктері синхрондала бастайды. Ал ми синхрондалғанда бір тұтас жүйеге айналады. Бұл когеренттілік. Ми реттеліп, үйлесімді жұмыс істей бастайды. Ал адам өзін қайтадан шынайы мені ретінде сезінеді. Тыныс алуды баяулату, ағзаның күйзеліс режимінен қалпына келу режиміне ауысуына көмектеседі. Ал қабылдауды кеңейту, талдаудан бас тарту және бос кеңістікке назар аудару сана мен бейсананың арасындағы шекараны жоюға мүмкіндік береді. Дәл осы шекара біздің сенімдерімізді, мінез-құлық үлгілерін және терең қалыптасқан бағдарламаларды өзгертуге кедергі келтіреді. Сондықтан, егер сен өз ойлау жүйеңді қайта бағдарлағың келсе, дәл осы күйге түсуің керек. Осы жерде біз қызық нәрсеге келеміз. Шеткі, перифериялық көру қашан белсенді болып қалады. Бұл үшін біз арнайы жаттығу қолданамыз. Көз жұмулы, бірақ толық емес. Адам еш нәрсеге нақты назар аудармайды. Бұл маңызды. Өйткені қалыпты жағдайда, көзді жұмғанда, сенің сыншыл, аналитикалық санаң не шектен тыс ойлауға кіріседі, не ұйықтап кетуге бейім болады. Сондықтан, біз арнайы тәсіл қолданамыз. Көзді толық емес, жартылай жұмып отырамыз. Бұл техниканы мен UFC қатысушыларымен қолдандым. Олар үшін бұл өзін тепе-теңдікке келтірудің бір жолы. Жекпе-жекте олардың назары барынша шоғырланған болса, медитация кезінде олар бақылауды босатып, қабылдауды кеңейтіп, миды басқа жұмыс режиміне ауыстыруды үйренеді. Нәтижесінде олар өзін әлде қайда тыныш сезінеді. Олардың реакциялары жылдамырақ, қозғалыстары дәл болады. Олар қорқыныш пен күйзелістің автоматты реакцияларынан асып, жаңа деңгейдегі
саналылық пен интуицияны дамытады. Бұл жай ғана босаңсу емес, бұл ми мен денені түбегейлі қайта бағдарламалау. Олар назарын шеткі перифериялық кеңістікте ұстап, оны барынша кең әрі бағалаусыз сақтау арқылы айналада не болып жатқанын байқай бастайды. Бұл аңшы немесе тірі қалу режиміндегі тар фокустың керісіншесі. Көзді жұмып, ештеңеге нақты назар аудармай, бос кеңістікке шоғырлану арқылы адам аналитикалық санасын айналып өте алады. Альфа күйінде қабылдау әлде қайда бейнелі шығармашылыққа бейім болады. Біз адамды ми толқындарының түрлі күйлерін байқап, түсінуге үйретеміз. Менің түсінігімше, чота күй бұл кезде дене жеңіл ұйқыға батқанымен сана сергек күйде қалады. Осы сәтте саналы және бейсаналы ақыл арасындағы шекара ашылады. Ал ми ерекше қабылдағыш күйге өтеді. Бұл гипноздық күй. Біз анықтағанымыз, бұл күйдің кілті бір уақытта әрі босаңсыған, әрі сергек болу. Жүрек неғұрлым босаңсыған болса, миға соғұрлым көп энергия түседі. Мен ұзақ уақыт өзімді ми адамы деп ойладым. Бірақ жүрек пен мидың қалай өзара әрекеттесетінін көргенде, бұл мен үшін шынайы ашылу болды. Әр кезде жүрек когеренттілік күйіне енген сайын ол мидың жұмысына әсер етеді. Әрбір сәттегі саналы күй жаңа өмірге жасалған маңызды қадам. Медитацияны бастағанда көп адамдар ойлар мен эмоциялардың ағымы дұрыс емес тәжірибенің белгісі деп ойлайды. Алайда шын мәнінде бұл сіз бұрын байқамаған ойлар мен эмоцияларды енді аңғара бастағаныңыздың айғағы. Сіз өзіңізді бұрын автоматты түрде билеп келген реакцияларды байқап, бұл өзгеріске алғашқы қадам жасайсыз. Сіз ойларыңыз бен эмоцияларыңызды сырттай бақылауды үйренесіз. Олар сізді қайтадан өткенге сүйреп әкетпеу үшін. Медитацияның күші де осында. Ол сізді осы сәтке, қазіргі шындыққа қайта келеді. Дәл осы жерде жаңа болмысты қалыптастыру басталады. Осындай пайдалы ақпараттар көп болсын десеңіз, Нұрлы Ойыс арнасына жазылып, қоңыраушаны басып қойыңыз. Сізге сәттілік, үйлесім және молшылық тілейміз.